қуаныштымын. Біз өткен сабақтарымызды тағы да жалғастырайық. Алдыңғы сабақтарда біз тағамдарды тапсырыс беріп үйрендік, оның ақшасын төлеп үйрендік. Енді біз тағамның дәмдерімен танысайық, яғни тағам сізге ұнады ма, ұнамады ма? Бірінші бізде сұрайтын сұрақ ол «这道菜怎么样?» яғни мына тамақ сізге ұнады ма, немесе саған ұнады ма? 这道菜怎么样? Осы жердегі «ж» деген мынау, осы, «дау» деген кейбір зат есімдерге байланысты қолданылатын санын білдіретін сөз. Орысша айтқанда счетное слово дейді. Мысалы, бір тамақ болса, «и дау цай» деген сияқты. Екі тамақ болса, «ляң дау цай» сол сияқты. Цай деген осы жерде тамақ деген мағына. «Зымаян» деген қалай. Бұл қалай, яғни сіздің көзқарасыңызды сұрап тұр. Сонда, «这道菜怎么样?» Оның жауаптары өте көп, үшке бөлінеді. Бірі сізге өте жақсы ұнаса, екіншісі жай қарапайым тамақ болса, немесе үшіншісі оның дәмі сізге онша жақсы ұнамаған болса. Және Қытай тілінде тамақ пен ішетін заттың дәмдерін бөлек айтады. Яғни тамақты сұрағанда осылай сұраған болса, сусынды басқаша сұрайды. 这个咖啡怎么样? Мынау кофе сізге қалай, дәмі ұнады ма? Кафе, кофе, 怎么样, қалай? Енді соны жақсы немесе дәмін айту үшін сізге екі сөз керек. Бірі 好吃, 好吃. Бұл тек тамақтарға арналады. Яғни құрғақ емес, сұйық тағамдарға немесе тек ауызбен, яғни тісімізбен шайнап жейтін тамақтарға арналады. Ал 好喝, 好喝, бұл тек сусындарға арналады. Яғни сусынның дәмі жақсы болса, сіз 好喝дейсіз. Немесе тамақ дәмді болса, сіз 好吃дейсіз. Екеуін шатастырып алмаңыз. Сусындарға қойылатын сұрақ осылай, тамақтарға қойылатын осылай, жауаптары дәмді дегендері міне осы 好吃және 好喝. Енді тек қана дәмді емес, өте дәмді болса қалай болады? Бізде Қытай тілінде өтенің деңгейі үшке бөлінеді. Өте, яғни қатты өте. Ол 太好, 太好. Одан сәл төменірек деңгейі 非常好, 非常好. Немесе өте жақсы болды десеңіз 很好, 很好. Немесе дәмі сізге, яғни болады енді, қатты жақсы болмаса да, шамалы, орташа десеңіз 不错, жаман емес. 不错, 不错. Немесе 还可以, 还可以. Соның тағы бір түрі 还行, 还行. Яғни болады, жақсы деген мағына. Енді оның дәмі сізге ұнамаған болса, қарапайым болса, сіз оны жаман түрде бейнелегіңіз келмесе, оның жеңіл түрі 一般, 一般деген қарапайым болады деген. Оған ауыз екі тілде сөйлеуге қосатын болсаңыз 一般般 деп қосуға болады. 一般般. Немесе әдеби түрінде 马马虎虎, 马马虎虎. Екеуінің мағынасы бір, ол қарапайым деген мағынаны білдіреді. Яғни сіздің көңіліңіз онша қатты толмады. Осы жердегі мама-ху-худы тіке аударуға болмайды. 4 иероглиф бірге жазылып, сөз тіркесі болады да, қарапайым деген мағынаны береді. Егер бөлек болатын болса, жылқы және жолбарыс деген мағына. Сондықтан Қытай тілінде көп сөздерді тікелей аудармай, оның сөз тіркесінде және сөйлемнің құрамына қарай аударыңыздар. Келесі сабақтарда бізде практикаларды қарап, сонымен бізбен бірге практика жасаңыз.